Саламатсыздар ма? Онлайн мектеп платформасында әр пән мұғалімі өзіне сабақ кестені қоя алады. Ол үшін біз onlinemектеп.org сайтына кіреміз. Және де логин паролін енгіземіз. Және кіру батырмасын басамыз. Кіру батырмасын ашқаннан кейін осы жерде ашқан күніңіз шығады. Мысалы сізге алдағы күнге сабақ қосу керек болса, немесе ол сол күнге сабақ қосу керек болса, мына жерде редакциялау батырмасын басып, сабақты қосу батырмасын басамыз. Бұл жерде өзіңіз сабақ беретін сыныпты таңдаймыз. Мысалы 6Б пән таңдаймыз. Және топқа бөлінетін пәндер осылай шығады. Менде мысалы бірінші топ, және сабақтың түрі білім сабағы. Сабақтың тақырыбы осы 1-90-ға арналған сабақтар шығады. Осы жерде мысалы сымсыз жерлер 2-ші сабақ. Және сақтау батырмасын басамын. Осылай тағы да сабақтарды қосу керек болса, осылай өзіңіздің сабақ кестеңізді алып, сыныптарды және сабақтарды қосу мүмкіндігі бар. Егер бұл қате болып жатса, бұны жою батырмасы арқылы жойып тастауға болады. Алдағы күндерге де алдын ала қосып қоюға болады. Мысалы жұма күні өтіп, немесе келесі аптаға өтіп, мысалы 16-17 қазан күндеріне өтіп, түгел сабақты қосу батырмасы арқылы қосуға болады. Бәрі қосып болғаннан кейін сақтау және жабу батырмасын басуға да болады. Осылай өз сабағымызды онлайн мектеп платформасына қоса аламыз. Және де шығу батырмасы.